Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Біз сіздермен бүгінгі сабақта суреттерді қалай генерация жасаймыз. Дайын суреттерді не болмаса өзіміз қалай суреттерді құрастырамыз, соған тоқталып кететін боламыз. Әрине ол үшін бізге ChatGPT жасанды интеллекті керек болады. Енді мен мына жерде өздеріңіз байқап отырғандай экранда Pinterest сайтынан осындай суреттерді өздеріңіз тауып ала аласыздар. Осы сайтты ашып отырмын. Яғни бұл жерде көптеген түрлі тақырыптағы дайын суреттерді ала аласыздар. Бірақ енді авторлық құқық деген ұғым бар. Сол себептен де өздеріңіздің суреттеріңіз ешкімнің жаңағы авторлық құқығына қол сұқпайтындай болу үшін сіздер осындай дайын суретті алып, бірақ соған ұқсастырып, өзгертіп, өзіңіздің авторлық суретіңіз ретінде қолдануға болады. Енді бұл жерде негізі ашық доступта тұрғаннан кейін қарапайым сабақта қолдана беруге болады деп ойлаймын бұл суреттерді. Себебі сіздер бір жаңағындай монетизация жасауға деген сияқты бір мақсатта қолданып жатқан жоқсыздар ғой. Қарапайым сабаққа қолданып жатқан жағдайларда бұл суреттерді қолдана беруге болады. Ал егерде дегенмен де суретім авторлық болсын, өзім жасап алайын десеңіздер, осы үлгілерге қарап жасап алуға болады. Немесе нөлден жасап жасанды интеллектке промпт беру арқылы сіздер нөлден бастап та құрастыра аласыздар. Енді осы жерден бір кез келген бір суретті таңдайық. Мысалы үшін мына қыздың суреті, енді бастауыш сыныптарда, жалпы мектепте түрлі мақсаттарда әртүрлі осындай мультяшный стильдегі әдемі суреттерді қолданып жатамыз. Суреттің енді қандай болатыны, қандай сурет керек екені енді ары қарай уже өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай, қажеттіліктеріңізге қарай ала бересіздер. Енді бүгін біз осы мысалдың негізінде қарастыратын боламыз. Осы суретті таңдап алдық. Бұл суретті өзімізге жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін сохранить картинку как деп мінекей формат JPEG болады. И мінекей өзімізге мен кеше жүктеп көрген болатынмын. Мінекей осылай сурет бір деген сияқты атпен болсын жүктеп алсаңыздар болады. Чтобы шатаспас үшін атауын беріп осылай жүктеп алсақ болады. Енді сурет бір деп сақтап алдық. Кез келген осылай суреттерді интернет желісінен, Google'дан болсын, Pinterest'те енді осындай суреттер, сапалы суреттер өте көп, сондықтан да мен осы Pinterest'ті ашып отырмын. Жалпы Google'дан болсын, мысалы тұлғалардың суреті керек болып жатса, сіздер енді мультфильм құрастыру мақсаты болатын болса, әрине алдымен жақсы сапалы сурет керек. Содан кейін барып сол суретке байланысты сол суретті жандандыратын боламыз. Мысалы кейіпкерлердің, сол үшін де Google'дан Абайдың, басқа да тұлғалардың суреттерін кәдімгідей іздеу жолағына аты жөнін жазып, іздеп осылай тауып аласыздар, жүктеп аласыздар. Одан кейін барып біз ChatGPT-ға өтеміз. ChatGPT-ға біз осы суретті жүктейміз. Яғни осы суретті жүктегеннен кейін, мінекей, енді ол енді түсінікті деп ойлаймын, мына плюс батырмасын бастап, жаңағы файлды тіркейміз да, отправить деп файлды жүктейтін боламыз. Так, енді бұл жерде мен сіздерге уже дайын жасалған дүниенің негізінде көрсетейін деп тұрмын. Өйткені менде қазір ChatGPT-де лимит бітті. Бірақ енді ары қарай лимитпен де жұмыс жасауды біз уже білеміз алдыңғы сабақтардан, енді ол туралы қазір тағы да айтып өтетін боламын. Суретті жүктегеннен кейін астына промпт жазамыз. Қарапайым ғана промпт, осыған ұқсас суреттер құрастыр, осындай мультяшный форматта болсын, немесе қыздың үстінде киімін өзгертуге болады, шашын, қолындағы флажоктың орнына басқа флажок қоюға болады деген сияқты өзгертулер жасауға болады. Осылай промпт жазамыз. Енді мен қазір тек қана осы суретті сәл ғана өзгертіп авторлық қылып алу үшін мен жаңағы қарапайым промпт жаздым. Енді дәл осы суретке ұқсас, бірақ сәл ғана бір өзгертулермен, размерінің өзгеруімен, жаңағы көйлегінің өзгеруімен бір осындай бізге сурет құрастырып берді. Былайша айтқанда дәлме-дәл деп айтсақ болады, сәл ғана киімінде ұқсастық өзгешеліктер бар. Яғни бұл уже сіздің ешқандай біреудің авторлығын бұзбай қолдана беретін дүниеңіз. Яғни ары қарай уже скачать батырмасын басып өзіңізге жүктеп аласыз да, онымен жұмыс жасай бересіз.
Дәл сол сияқты кез келген суреттерді үстіп үлгіні салып, осыған ұқсас, не болмаса жаңағы осындай стильдегі деген сияқты промпттарды жазып ары қарай өзгертіп сала бересіздер. Енді келесі бір сурет маған қазір Pixverse жасанды интеллектінде ары қарай видео, анимация, мультфильм жасау үшін де, немесе тұлғаны сөйлету үшін осы тұлғаның суреті керек болады. Ол үшін не істедік? Ол үшін біз жаңағы Google-дан Абайдың суретін іздеп тауып алдық. Енді ол қарапайым, сонда да енді көрсетіп өтейін. Google-дан Абай деп картиналар іздедік та, сол жерден мінекей Абайдың суретін тауып алып, нақты сол қай жерде сайтта тұр, сол сайтқа өтіп аласыздар. Содан кейін сол сайттың ішіне барып сохранить картинку как деген батырманы басып сақтап аласыздар. Мінекей мен алдын ала сақтаған болатынмын. Енді дәл сол сияқты, мысалы, шапанның суреті керек болып тұр. Шапан дейміз. Шапанды осы жердегі мен бір мына шапанды алған болатынмын. Қателеспесем осы шапанды алдым. Осы шапанды нақты қай сайтта тұр, сол сайтқа өтеміз де, сол жерден сол шапанды жүктеп аламыз. Так, мынау болу керек. Осы шапанды файл сохранить как деп жүктеп аламыз. И осы жердегі біздің жүктеп алған шапанымызды көріп тұрсыздар. Так, еще раз. Так, значит, бұл емес болған ғой. Осындай көкшіл шапан алған сияқты едім. Так, ол бізде. Мінекей, ол бізде жүктелген шапанымыз, міне изображение деген жерде тұр. Енді осы шапанды, екі шапанды аламыз да ChatGPT-ға саламыз. Бұл жерде мінекей екі файлды да жүктедік. Ол үшін біз плюс батырмасын басып, добавить файл деп, мына екі файлды жүктедік. Енді сгенерирую фото, где человек на первом фото одел шапан, который на втором фото. Сделай фото качественным и высоко детализированным. Деп, ары қарай, мысалы, мультяшном стиле, или болмаса в каком-то историческом формате деген сияқты сипаттамаларды өздеріңіз жазасыздар. Сәйкесінше, енді мен мына жерде генерация жасап, жаңа уақытты алып отырмас үшін алдын ала сіздерге осылай дайындалып қойған жайым бар. Дәл осылай жасайсыздар. Кез келген Мағжан Жұмабаевтың, немесе тағы басқа да тұлғалардың, немесе өздеріңіздің бір құрастырған кейіпкерлеріңіздің барлығын кез келгенін осылай құрастырып алсаңыздар болады, немесе бірнеше элементті біріктіріп алсаңыздар болады. Мысалы үшін мына жерге тағы да бір сурет қосып, фонында мысалы шаңырақтың суреті тұрсын, киіз үйдің ішінде отырсын, не болмаса жайлауда келе жатсын, атқа мініп келе жатсын, қолында домбырасы болсын деп, мысалы үшін домбыраның суретін қойып, мына жерде кітап емес, қолында домбырасы бар ғып генерация жаса деп осылай промпт береміз. Сәйкесінше бізде осындай нәтиже берді. Енді бұл суретті біз өзімізге жүктеп аламыз. Поделиться немесе скачать деп жүктеп аламыз мына жердегідей. Так. Мінекей, скачать батырмасын басып жүктеп аламыз. Яғни біздің жүктелген файлымыз шықты. Так, осы жерге дейін біз, яғни сурет құрастыруды қарастырдық. Сурет генерациялауды. Дәл осылай кез келген суретті генерациялай аламыз. Мысалы үшін біз келесі біз мынандай сурет құрастыратын боламыз. Біз мінекей сыныпта мұғалім AI көмекшімен сабақ беруде, сынып іші жылы атмосфера, Pixar форматы деп суретке запрос жібердік. Енді күтетін боламыз, мінекей сурет генерацияланып жатыр. Ешқандай үлгісіз біз өзіміз промптпен суретті құрастырып жатырмыз. Күтейік. Мінекей бізде осындай нәтиже шықты. Сәйкесінше осы суретті жүктеп алып, сабақта қолдана берсеңіздер болады. Кәделеріңізге жарасын, назарларыңызға